сіздің салбыраған қабағыңызды, төмен түскен қабақты көтеретін техниканы көрсетемін. Жалпы біздегі мына жердегі қабақ межбровки, екі қастың ортасында қабақтың үстінде осы суреттегідей анатомия бойынша орналасқан бұл бұлшық ет. Осы бұлшық еттің орналасуы бойынша жұмыс жасаймыз. Қолыңызды аласыз да осылай. Екі межбровкиден бастайсыз. Қабақ бойынша бұлшық етті осылай тереңінен ұстап тұрып, екі жаққа қарай разрывать етесіз. Өстіп бірнеше рет жасауға болады басынан бастап. Және келесі бұлшық етті осылай босатасыз. Өйткені бұлшық ет спазмға түсіп төмен қарай салбырап тұр. Сосын қолыңызды осылай қоясыз да, қабақты сол бұлшық еттің жоғары жағын осылай көтерсеңіз болады. Қараңызшы, қабағым қалай көтерілді. Осылай ұстап тұрып, қабақтың асты арқылы, қабақтың астынан қасыңызды ұстап тұрып, салбыраған, жиырылған бұлшық етті разгаживать етесіз. Осы 3 жаттығуды күнделікті қайталайтын болсаңыз, салбыраған қабағыңыз бірден көтеретін болады. Міне, қараңызшы, қандай разница тұр.